Отбасын өмірдің қандай сынағынан да алып шығатын жандар мемлекеттің де қорғаны. Әсіресе ерлерден бөлек сындарлы сәттерде ауырлықты нәзік білегімен көтеретін әйелдердің орны ала бөтен. Шаңырағының амандығы, бүтіндігі үшін маңдайдан тері, таңдайдан шөлік етпейді. Асылында ондай тәуекелшіл адамдар елдің ертеңі. Себебі отбасының бір аты – отан. Біз бүгін отанға адал еңбек етіп жүрген жақсылармен жүздесеміз. Сәттілік серік болсын. Астанамызда күн салқындап қалды. Бірақ қазір кейіпкеріміздің жылы үйіне кіріп, ыстық шай ішеміз тәттілермен. Кейіпкеріміздің үйі дәл осы болу керек. Міне. Ал Янат ханымның өзі де келіп қалды. Янат ханым, сәлеметсіз бе? Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Барып, азық-түлік алып келе жатырмын. Қалайсыз? Біз жақсымыз. Өзіңіз де бәрі жақсы ма? Қонақ болыңыз. Ал жүріңіз. Отбасыңызбен, жанұяңызбен, шаңырағыңызбен танысамыз, е? Танысамыз. Осы ғой, е? Осы, кіріңіз. Ал, кеттік. Турлетіңіз, кіріңіз үйімізге. Рахмет. Қонақтар жылынып қалатын болдық қой. Турлетіңіз, үйге кіріңіз. Рахмет. Қонақтарым келеді. Сәлеметсіздер ме, төрлетіңіз? Аллаға шүкір, кіріңіз, дастархан дайын, қонақ болыңыз. Ой, рахмет. Жүріңіз. Тамақ дайын, кіріңіз. Қонақтарыңыз үнемі осылай әндетіп келе ма? Енді менің артист қонақтарым бар ғой, достарым. Бүгін Янат Асхатқызының үйінде кішігірім мереке. Жанына жақын жанашырлар келіп, көңілін бір марқайтып тастады. Дастархан басында бір адамдай жиналу үшін оларға себеп керек емес. Қашанда құрбы құрдас, әріптес пен туысқа төрін көрсетіп, келген қонағының қолына емес, көңіліне қарайтын ақ көңіл жанның шаңырағынан адам үзілмейді. Дәмді тағамы мен қонақ жайлығы бір төбе. Береке мен ынтымақ, ырыс несібе де осындай отбасына ұялайды. Янат ханым, үйіңіздегі жеке кабинетіңіз, жеке кеңсеңіз дәл осы ас үй. Қанша шамамен уақыт өткізесіз ас үйде? Ас үйде күніне 1-2 сағат уақыт өтеді. Ризық дайындауға. Неге десеңіз, мен өзімдің баладарында, обед уақытында жинап алам, түскі асқа. Енді өзім аман есен уақытымда баладарым, өзімдің дұрыстап істеген, таза ризықты, халал ризықты жесін деп үйге шақырып, обед уақытында түс асқа келіп, осында бірге отырып, әңгіме соғып, қандай жаңалықтар бар, жұмыстарыңыз қалай, қандай қиыншылықтар, қандай жақсылықтар бар деп соларды бірге отырып, осылай біз түс асты осылай өткіземіз. Енді бүгін де сағынып келіп отыр ғой, күтіп. Қандай тағам әзірлейсіз? Енді мен бүгін дайындалдым, татардың қыстыбый деген тағамын дайындау. Қыстыбый. Сонымен ұн керек, тұз керек? Тұз керек, қант керек, сода, жұмыртқа, су. Су керек. Байқауынша бүкіл ыдыстарыңыз, жаңағы үстіңізге кигеніңіз бәрі татар ұлтына сыр шертетін бір дүниелер. Осылай қамыр есеміз. Янат ханым, енді бұл тағамның қазақтың ұлттық тағамдарының қайсысына ұқсайды? Бір жағынан бұл шелпектерге жақындап нетеді. Неге десеңіз, біз қазір шелпек ретінде кішкентейгені солай не соламыз, жейме жасаймыз. Ішіне біз картоп соламыз. Енді жалпы татар халқының ұлттық тағамдары әсіресе ұннан жасалады. Көбісі ұннан, соған енді өзіміз де татар әйелдерін көріп атырсыз ғой. Толық, әдемі әйелдер сол ұннан жиған недер білесіз ғой енді. Асатасынан қойды. Әрине. Қазір нанымыз дайын, өте жақсы. 5 минутқа осы пакетқа салып демалдырамыз нанды. Нан осылай тұра салады. Сосын мына жерде кітабыңыз дайын тұр екен. Қазір қыстыбый тағамы мінекей дәл осындай болады, осындай болады. Мен қазір осындай қыстыбый сізге дайындап көрсетіп ауыз етесіз.
Мынау салып, қазір табаға салып қыздырамыз. Мынау қазір осы картофельдің пюресі бұтқасын алып, мынау жейіп нетеміз. Енді бұтқаны өзім алдан дайындап қойдым. Мұнда сүт салынған жылы сүт, анау немен пюре деп айтамыз ғой. Бұтқа осылай жасап, мынаулай жейіп. Көресің, мынау қаптағаннан кейін, мынау өте жақсы сынып кетпейді барыда. Шығып кетпесін деп, мынаулай қысып жасаймыз осы нейін. Қазір мына неге қыздырылған майға салып, екі жағын дайын болып, мынаулай қыздырып алам, екі жаққа. Қазір осы неде дайын болды. Қазір жеуға болады. Мына осылай салып, қандай әдеме. Несі күшті? Осындай неде, мына қасында сөндіріп қоя. Осындай қыстыбай. Қыстыбай не дәл осындай болады? Осылай қыстыбай болады. Дастарханға апарайын. Дастархан жаққа жайғасайын, қонақтарыңызбен танысайын. Жүріңіз. Қонақтар күтіп отырған болар. Әндетіп отыр ғой. Ән айтып, міне қонақтарымыз. Міне сәлеметсіздер. Қош келдіңіздер. Әннен бастадық. Янат ханым, дастарханды жайнатып қойдыңыз. Рахмет. Қонақтарыңыз келеді деп, енді қонақтар дегенде ет жақындарыңыз ғой? Жақындарым, достарым. Кім енді танысып отырайық? Таныстырайық. Қазір бірінші енді төрде отырған, баянда отырған біздің Нұрболат, бұрынғы көршім, өте жақсы көретін балам, Надия ханым. Біздің апайымызға 82 жас биыл. Рашида ханым енді өзі өте көп жұмыстар, көмек жасайды анау мәдени орталықта. Володя бінен Гүлнара, енді бір отбасы, үлкен отбасы өздері, енді көптен дос болып жүрген достарым, бұрынғы көршілеріміз көмегімізді көрсетіп, ақылымызды айтып, осындай енді өте жақсы достарым, енді отбасы достарым деп айтуға болады. Сонан енді өзімдің ең жақсы көрген қызым Роза. Адвокат болып істейді жұмысы. Өзімнің мәдени орталықта да консультациядар береді бұл қызымыз. Олым Руслан. Олым тұрыда айтасым келеді. Олым училище МВД-де мұғалім болып істеді. Өзімнің ақылын айтқанымда жерге тастамай істегендеріне өте риза болдым олыма. Отырған, футбол киіп отырған, киім киген, менің бірден бір алтын немерем. Рас па, Янат ханым немере деген баладан да тәтті болды? Тәтті, өте тәтті. Ол маған күнде бір рет кіріп, амандасы, бірге шай ішеміз, нүнекі сенің шайың тәтті деп, бірге шай ішіп, әңгіме оқударын сұрап, осылай тұрып атырмыз. Оның үстіне әженің балалар жаман болмайды дейді ғой? Ой, немереңізге осындай әже болғанда, не керек тағы басқа? Көршілер қазір кірмейді, бірге туғандарда уақыт болмай, күйбең тірлікпен, осы күнделікті өмірмен уақыттар тимей, келе алмай жатады, бір-біріне кіре алмай жатады. Сол нені адамдар жоғалтпау керек деп ойлаймын. Соның бірі қазір жоғалтпаған, сондай жақсылықты ұялатып, адаммен қалай араласу керек, адамға деген мейірімділік деген бір жақсылық нышанды осы Янат апайдан көрдім. Янат Асхатқызы көп балалы отбасынан болғандықтан, ол кісі көп балалы жандардың мұқтаждығын сондай жақсы түсіне біледі. Енді мұсылман ретінде жақсаған жақсылықтарын жар салмай, үн-түнсіз жасайды. Көңгөдерге сый, кішіге изет көрсететін бір тамаша жан. Балаларын дұрыс тәрбиелеген қызы, ұлы, немересі, сондай тәртіпті балалар, білімі бар.
бізге сондай қалай анасы бізге құрмет жасайды, бізге де ол балалар сондай құрмет жасап, бізді сондай жақсы күтеді, жақсы қарсы алады. Мен ойлаймын, сол жақсы тәрбиенің жемісі деп. Алдан көрейік. Енді Янат ханым айттыңыз ғой, дұрыс тамақтануды әсіресе ұстанған жандар үшін пайдалы деп. Иә. Жаңа көрдік дайындалу жолын өзімізде. Ас болсын. Иә, көрейік. Әсіресе мына ыстық күйінде жеген жақсы екен, Иә, ыстық күйінде жылытып жеу керек, соңып қалса. Шаймен, күшті кетеді. Балмен. Шай бар ме? Ас болсын. Ас болсын сіздердің. Ну, у нас в семье двое. Біз отбасында 2 баламыз, мен және бауырым Руслан. Екеуміздің жас айырмашылығымыз 10 жыл. Бала кезімізді еске алар болсам, екеуміз ойнап жүріп, жиі ұрсысып қалатынбыз. Ойыншыққа таласып, бір-бірімізге дес бермейтінбіз. Бірақ ата-анамыз бізге сендер бір туғансыңдар, тату болыңдар деп, сол бала кезден бізді бауырмалдыққа тәрбиеледі. Қазір менің ұлым бар. 15 жаста, әжесінің сүйікті немересі. Анам екеуі жақсы сырласады. Әжесі ақыл кеңесін айтып, бала кезден Руслан екеумізге сіңірген тәрбиені менің балама да үйретіп келеді. Сол үшін де анама алғысым шексіз. Жақындарымызды қадірлейік. Өйткені өмірдегі ең басты құндылық ол отбасы деп ойлаймын. Совместно с семьей вместе, так как тыл все-таки это наша семья. Янат Асхатқызы Башқұртстан Республикасының Норкина атты ауылында дүниеге келген. Ол кезде жалпақ жұрт Ұлы Отан соғысынан енді ғана есін жиып жатқан кез еді. Халықтың әлеуметтік жағдайының ауырлығы адамдардың еңсесін басқанымен болашаққа бір үмітпен қарайтын. Сол үміт оты Янат ханымның ата-анасында да болды. Балаларын шет елге оқуға жіберіп, адам болсын, білім алсын деп барын салып, жатпай тұрмай жұмыс істейтін. Перзенттерін таң атардан қара кешке дейін бел жазбай еңбек етуге тәрбиеледі. Сондықтан болар біздің кейіпкеріміз маңдай термен тапқан нанның тәтті екенін жақсы біледі. Ауылда өскенде ауылның жұмысы өте көп. Сиырды колхозда каникул вақыттарында сиырда саудым. 4-ші сыныптан алып, өзім колхоздың каникул вақыттарында жұмысты істеп, анау шөп дайындап, ертең сағат 6-да кетеміз, кешке 8-де 9-да келіп, шөп дайындап, мен сол баладар арасында бригадир болып, сол жұмыстарына нетіп, сонан анау астық зерно пульттарда істеп, жұмысқа бригадир, өзі біздің ауылдың бригадирі келіп, Сәлиме, сен үйде отыр, қызыңды Янатына жібер, ол үлкендерді жақсы жұмыс істейді деп, солай мен түнгі сменада осы 14 жас уақытымда осылай түні бойы сондай жұмыстар істедім. Ауылдың апайлары мені ең қатты ауыр жұмысқа қойып, кебектері шатын жерге қояды, ертеңге дейін сол жұмысты істеп, үйге келем. Осылай 8 жасар қыз ер азаматтар атқаратын ауыр жұмыстың ащы дәмін татып, ерте есейді. 15 жасында шекара асып, білім аламын деп қазіргі Астана сол кездегі Целиноград қаласын бағындыруға келеді. Біз өзіміз енді мектебі татар тілінде оқып келдік. Келгеннен кейін осында өте қиын болды тіл жағынан да. Енді орыс тілін бізге маған өте қиын болды. Енді мен барында түсінем, тілімден дұрыстеп, недерді дұрыстеп айта алмайм. Менің бір өзім бүгінгі күнде ойлайым, бір жақсы жерім ұялмадым ешкімден. Қазақстанға арман қуып келген Янат Асхатқызы бүгінде мақсатына жеткен жандар қатарынан. Қайсар әйелдің өмір белестері Астана қаласының тарихымен етене байланысты. Ол тың игеру жылдарындағы Целиноградты да, тәуелсіздік алған жылдардағы Ақмоланы да, одан соң елорда атанған қазіргі Астананы да көрді. Елмен бірге көктеп, елмен бірге өсті. Парламент қабырғасында, ұлттық компанияларда, бас прокуратурада лауазымды қызметтерде болды. Көп балалы әйелдер мәселесін, әлеуметтік тұрмыстық сұрақтарды шешу жолында бір қатар қоғамдық ұйымдармен тығыз байланысты. Адамдарға қуаныш сыйлау үшін
қайырымдылықпен айналысады. Қазақстанның 50 меценаты тізіміне енген. Белсенді қоғамдық қызметі бағаланып, жуырда ғана ерен еңбегі үшін медалімен наградталды. Бүгінде жеткен жетістігі, жемісті еңбегінің рахатын көріп, перзенттерінің бақытына бөленіп отырған жайсаң жан, болдым, толдым деуден аулақ. Аяз би әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл деген нақыл оның өмірлік ұстанымына айналған. Сондықтан болар өзі 15 жасында сонау Башқұртстаннан қазақ еліне келіп, оқуға түскен білім ордасына бізді де ертіп келді. Саламатсыздар ма? Кіріңіздер. Қош көрдік. Янат ханым екеуміз сізбен амандасайын. Саламатсыздар ма? Кешегі сіздің студентіңіз, бүгін енді тұлға, қоғамның белді мүшесі. Қазіргі студенттеріңіз осындай ма? Енді Янат Асхатовнаны біз білеміз. Бізде енді кезінде дәріс алған үлкен оқу орын, өздеріңіз білесіздер. Адамның бірінші оқу орны ол 1 қарашаға есінде қалады. Енді келгеніне қуаныштымыз, бізге өте келіп, бізді қуантып, міне қазірде де бізде өздеріңіз білесіздер, 2000-нан астам шәкірт оқып жатыр. Янат ханым, қазір 2000-нан астам студент бар екен. Сіз түскен кезде студент көп болды ма? Мен келгенде 200-ден артық студент еді. Бірінші енді ашылып жатқан механика технология деген техникум еді осы мен келгенде. Енді мен өте қуаныштымын, сағынамын осы техникумды өтіп кеткенде де. Қазіргі 2000-нан астам студент Янат ханымдай болса, қоғамды жақсы жаққа... Иә, қоғамды жаққа өзгертуге болады. Ал енді әрі біздің студентіміз, осы дайындаған студентіміз Янат ханым сияқты болатын болса, онда бізде үлкен өзгерістер болады деп ойлаймын. Янат ханым, енді оқу, білімнің нағыз атмосферасы, сабақ өтіп жатыр екен. Мына жерде кабинетте сызып жатыр, геометрия ма, физика ма? Сол недерді өтті қой сабақтарды. Қиналдыңыз ба, негіз сол математика? Математиканы өте күштейдім, орыс тілінен қиналдым. Енді жаңа көрсетіп жатырсыз ғой, дипломыңыз кіл 5-ке ғана толы, 4-і де жоқ. Қалай енді күні түні дайындалдыңыз ғой? Дайындалдым, жалай қойып, енді жұрттан қалмайым деп өзімді, енді мен ойламадым қызыл дипломға бітірем деп, енді азағында қызыл болып қойды. Бірінші енді 3-те болды, 4 недерде болды, енді азағында нетіп, өзімді өзім көрсетіп. Басы ащы болса да? Арты тәтті болады. Тәттісін көрдіңіз ғой? Арты тәтті болады деп айтады ғой, бізде солай болдық. Сіздің оқығаныңыз 3-ші қабаттағы кабинет, е? 31-ші кабинет болды бұрынғы, біздің өзіміздің группаның классы, сонда біз сабақ бердік. Сол жаққа барайық па? Барайық, көрейік енді бір келгеннен кейін. Сағындым ғой. Янат ханым, сіз осы оқу ордасына түскен кезде тобыңызда қанша адам болып еді? Сіз сияқты алыстан келгендер болды ма? Алыстан келгендер көп болды. Россияның бір түбектерінен келген адамдар, оқушылар көп болды. Түрлі ұлттар болды. Корейстар да болды. Татар қыз еді өзіміз. Неместар да болды. Украинадан келген қыздар да болды. Осында қазақ қызларымыз, 2 қазақ жігітіміз осында болды. Ингуштар, чечендар да болды. Осында біз өте дос болып, бір-бірімізмен танысып, бір отбасы сияқты, бір үлкен топ болып, осылай түрлі шарадар осында өткезіп, қуанып, күліп, бірге бір отбасының баладары сияқты осылай өстік. Сол вақытта да біздің достығымыз өте жақсы болды, кішкентай вақыттарымыз. 50 жыл өтті ғой соған. Сонда қазіргі күнге дейін қой біреулерімізбен одноклассниктарда кездесеміз, сағынамыз бір-бірімізді, еске түсіреміз, осылай өмір сүрдік. Янат Асхатқызы бүгінде Қазақстандық татар және башқұрт конгресінің белді мүшесі. Астана қаласындағы Дуслық татар мәдени білім орталығының төрайымы. Татар халқының мәдениеті, салт дәстүрі мен ғұрпынан сыр шертетін орталықта түрлі шаралар жиі ұйымдастырылады. Дәл бүгін сондай бір мәдени кештің үстінен түстік. Біз дәл қазір керемет көрініске куә болғалы жатырмыз. Қыздың жасауы. Қызды келіндікке дайындық үстіндеміз, қазір. Апа, айта беріңіз, енді қызымыз ғой. Міне біздің татар башқұрт қазақ халқында ғұрып ғадат бір. Қызды күйеуге
берер алдынан жасау жасайды. Достары, туғандары, көршілері келіп Көмектесе ма? Көмектеседі. Беріне жасау, беріне жинап. Беріне жасау деген ол бірге жасаудан шыға ма, әлде қалай? Бірге жасау, беріне жасау, бірге жасау сол сөзден алынған. Тұрмыс жолыңыз оң болсын, ақ бақытлар, судай махаббат таза. Бақытлы бол, тәуфиқлы бол, барған жеріңде бақытлы таппыш қой. Шушындай мұсылманшылықны ұнытма, таза сулардан, таза нелерден яшарга насип болсын. Янат ханым, тойдың боларынан боладысы қызық дейді ғой. Жаңа улап, шулап, дайындық жұмыстары пысықталды осы жерде біз келгелі. Сіз енді қонақ ретінде келіп тұрсыз, иә, тойға? Иә, қонақ ретінде келдім. Қонақтар жаңа көрдік, құр қол келмейді. Қазір қонақтар кіреді. Жақсы ниетпен келіп отырсыз, иә? Қолыңызда сылдырлаған бұл шашу ретінде. Иә, тиындарымыз бар екен. Біздерде тиындар осылай нетеді. Бұл қонақ кіргенде шашу шашасыз. Иә. Қонақтарымыз келіп қалған болар, қарсы алайық. Янат ханым, енді тойдың үстіне кеп қалдық. Тойдың атмосферасы кәдімгідей сезілді. Өте қуанышты бол. Әдемі, өте күшті. Салт дәстүрлеріңіз қандай әдемі. Бірақ енді еріксіз бір естеліктер ойға оралады ғой. Сіз келін болып түскен кезде, сол шаңырақ қандай еді? Мен келін болып түскен шаңырақ өте үлкен үйде еді. Жолдасым қазақ болды ғой, солай болғаннан кейін қазақ халқының дәстүрін бешбармақтар пісіріп, сонан біздің шәк-шәктар екі жақтан да достар ретінде екі құда-құдағилар бірге жиналып, екі халықтың да бір жұрт сияқты, бір отбасы сияқты үлкен сондай дастархан болып, 150 адам шақырып осылай той жасады. 15 жасыңызға дейін сіз өз еліңізде тұрдыңыз. 15 жасыңызда осы жаққа келдіңіз. Сосын жаңағы білім ордасын тәмамдадыңыз. Кейін енді келін болып түскен кезіңізде жаңағы салт дәстүрлер көрдік қой, бірдей. Біздің дәстүрлеріміз қазақ халқының бар түркі халықтарының бірдей. Ризықтарымыз да, там дәстүріміз де, қонақшылдық бар, сондай недеріміз де бар. Адамдарымен түркі халықтарын өте жақын. Солай болғаннан кейін мен келін болып түскенде өзімді басқа жерден келіп, тек түк түсінмеген адам сияқты сезмеді. Бірлік бар жерде тірлік бар, сол бірігу керек. Бірлік болғасын тірлік болады. Сондықтан бірден болайық, бірге болайық. Бізді ауылда бізді татар деп ешкім айтпайды, біз қазақ деп ешкімді айтпаймыз, бөлмейміз. Қазірде солай. Аллаға шүкір. Енді мына шаңырақтың астында көп ұлт өздері бірігіп, міне жасап жатыр. Сол шаңырақтың астында бейбітшілік, достық, мәңгі жасасын. Енді өзіміздің елімізде 130-дан асқан этностар тұрып жатыр. Енді әр ұлттың өзінің тілі бар, өзінің тарихы бар. Солай болса да біздің арамызда келісім болу керек, ауыз біршілік. Енді бір-бірімізді ренжітпей тіл табып, бір үлкен отбасыдай өмір сүру керек. Біз барымызда бейбітшілік елімізде, барымызда аман есен бірге жүрсек, бір жұмыс істеп, бір қалыпта еліміз аман болады, соғыс болмайды деп мен сенемін. Тіл біршілігі болсын, адамдар бір-бірсіне түсініп, жақсылық келсін елімізге, еліміз, Қазақстанымыз гүлдене берсін. Менің өкінішім жоқ. Енді қандай қиыншылықтар, ауырлықтар болса да, ол менің өмірім. Ол Аллах тағала солай бұйырған шығар, тақдирім. Мен соңа ризамын.
Сән салтанаты жарасқан Астана тәуекелшіл жандардың қаласы. Олар тамшыдай ғана еңбегімен таудай жұмыс атқарды. Көкке қол созған зәулім ғимараттар янаттай қаншама жанның маңдай терімен тұрғызылған. Кеше болашаққа алаң көңілмен қараса, бүгінгі елордаға мақтанышпен көз салады. Өзінің сүйікті қаласы өткен өміріндей, кешкен күндеріндей. Себебі еліміздің әрбір жетістігінде осы азаматтардың қомақты үлесі бар. Олар өз ертеңіне сенгендей ел болашағының да жарқын боларына сенеді. Солай болуы заңдылық.